Сәлем достар, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін осы видеода көретіндеріңіз YouTube'да видео түсіру үшін сіздерге керек комплект жайында айтатын болам. Ең басты YouTube'да видео түсіру үшін ең бірінші сізге керек нәрсе, ол өзіңізде біліп тұрған шығарсыздар, ол камера. Барлық нәрсе камераға байланысты. Сіздің камераңыздың сапасы және камераңыздың қалай түсіретін настройкасы сол жағы өте маңызды болады достар. Айта кететін жағдай, сіздің камераңыз егерде нашар болса, YouTube бастамай деген сияқты нәрселер болмау керек. Қолыңызда не бар, сонымен түсіре берген негізі дұрыс та. Қолыңызда қандай телефон, қандай смартфон болса да түсіре беруіңізге болады. Және де мен сияқты, мен мысалға біраздан бері YouTube түсіре алмай сөйтіп жүрдім, ендігі мен iPhone 12 Pro Max алып видео түсіріп бастаймын деп ойлаған болатын. Кейін бір жыл өтіп кетті, бір жыл бойы дым ештеңе түсірген жоқпын мысалға. Енді достар, сіздерге ең керегі камера дедім ғой. Ол қандай камера десеңіздер, сіздерге ең керегі мынау тұрған алдарыңызда iPhone 12 Pro Max керек сіздерге достар. Бұл жайында айта кетейін. iPhone 12 Pro Max бұда 3 камералы болады. Артында 3 камера, біреуі мысалға 0.5 және 1 және 2.5 деген приближениемен түсіретін камераның өзінің ерекшеліктері бар. Қараңғыда түсіретін лидар деген сияқты өзінің функциялары бар. Ол қараңғыда жақсырақ түсіруге көмектеседі. Және де бұда процессоры өте мысалға мықты. iPhone 12 Pro Max-тың қазір 13 және 14 Pro-лар шығып кетті. Енді оның қасында бәрі почти бірдей, өйткені жыл сайын iPhone өзінің флагмандарының арасында өте қатты өзгерістер енгізген жоқ. Өйткені iPhone 13 болсын, 14 болсын, бәрінде iOS 16 деген шықты. Қазір iOS жыл сайын обновить етіліп отырады. Ал телефон почти бір-біріне ұқсайды. Бірақ өзіме ең ұнағаны осы 12 Pro Max шыққан кезде ең ұнағаны ол не деп ойлайсыздар? Ол камерасы. Камерасы 4К форматында 60 кадр секундында түсіреді. Ол дегеніміз өте сапалы, яғни YouTube болсын, басқа болсын, бүкіл жерге жақсы сапада енгізуге көмектеседі. Сонымен қатар бұл iPhone ғана керек емес, сізге тағы да комплектілер керек болады достар. Және iPhone мына жерге қоя тұрайын. Келесі сізге не керек десеңіз, онда сізге штатив, яғни сіз телефоныңызды бүйтіп қолыңызға ұстап түсіріп жүрген ол сізге ыңғайсыз болады. Өйткені сіз мысалы Instagramға неге түсіруге болады, YouTube'та видео шортста өзіңізді түсірсеңіз болады. Ал осындай форматта отырып немесе далада, табиғатта өзіңізді түсіргіңіз келсе, сізге ол кезде осындай штатив керек болады. Мен бұл штативті Каспий магазиннен заказ бердім. Каспий магазинде бұның бағасы бар болғаны бір 4,5 мың теңге ма тұрады. Бірақ сапасы өзінің ақшасына тұрады. Мысалға Юнтeng деген фирма. Каспий магазинде маған тауарларым өте тез келді достар. 4 күнде ма доставка деген еді, маған 3-ші күні уже маған келіп тұр. Курьер хабарласып, біздің заказыңызды алып келдім деді. Өте қуанып кеттім. Сосын ең қуанған нәрсе, мен YouTube'ты бастай алмай жүретім, YouTube'ты ақыры бастайтын болдым деп қуандым. Келесі, штативті алдыңыз, мысалы қолыңызда iPhone бар, любой қандай iPhone болсын, қолыңызда iPhone 6 болсын, 7 болсын, 8 болсын, камерасы жақсы түсіреді олардың. Одан кейін 10-шы iPhone, 11 Pro Max деген сияқты, 12 Pro Max моделіңіз, iPhone моделіңіз жаңа болған сайын сіздің возможностьіңіз да жоғары болады. Өйткені өздеріңіз біліп тұрғандай, көріп тұрғандай 4К 60 кадр секундына түсіретін камералар өте аз. Ал егер сіз камераны сатып алатын болсаңыз, мысалға Canon деген сияқты, және де Limax деген сияқты жаңағыдай камералар бар. Ең біріншісіне мен iPhone алмай тұрып өте қатты ойландым. YouTube түсіруге маған қандай камера керек деп. Сол кезде YouTube'та обзорларды қарап отырып, арасында Canon'ның күшті модельдері бар. Соларды көріп мен алғым келді. Енді одан кейін сулпаққа бардым, араларын көрдім, камера үлкен, яғни оны ұстап жүру қиын деген сияқты. Оған плюс флешка сатып аласыз деген сияқты көп нәрсені басында ауыртпай, мен тек қана осы iPhone 12 Pro Max-ты сатып алдым. Және де дәл қазір сіздердің көріп отқандарыңыз осы iPhone 12 Pro Max түсіріп тұрғандай керемет сапада болады. Келесі штативті айттым, iPhone 12 Pro Max ол камераңызды айттым. Енді одан кейін келесі сізге не керек десеңіз, ол петличный микрофон керек достар. Петличный микрофон менің жағдайымда бойы BY-M1 деген мені көрсеңіздер болады. Бұл яғни бастамашыл блогерлар Россияда
жан жақтан мысалға блогерлар бастаған кездерінде осы петличный микрофонмен бастаған болатын. Неге десеңіздер, бұның сапасы өте жақсы, чувствительность жоғары. Бұны обычный камера қоссаңыз, біртүрлі сондай звуктар береді. Ол біртүрлі звуктарды басу үшін бұл микрофонда өзінің определенный бір приложение бар. Камера түсіретін, сол камера приложениесі арқылы түсіру керек болады. Ол қандай приложение десеңіз, мен келесі видеода толық мен қандай приложениеге осы видеоларды түсірген жайында айтатын боламын. Және де оның настройкасы қандай деген сияқты келесі видеода мен айтатын боламын толықтай достар. Осы микрофонды сатып алдым. Енді келесі не істедім десеңіздер, бұл микрофонның ұзындығы шнуры 6 метр, чувствительность өте жоғары. Және де көріп тұрғандарыңыздай мен камерадан алшақ отырып видео жаза аламын. Бұның тағы бір нюанс бар. Ол қандай нюанс десеңіз, бұны петличканың басы обычный наушниктің басы сияқты болып келеді. Ол 3.5 мини джек деп аталады. iPhone'ның өздеріңіз білетіндей, iPhone'ның артында ондай қосатын жер жоқ қазір жаңа iPhone'дарда. Ал егер сізде бұрынғы iPhone болса, ода қосылады. Жаңа iPhone'дарда Lightning, яғни ол телефонға Lightning переходник керек болады. Дәл осындай бойы BY-M1 сатып алсаңыз, сізге iPhone'ға арналған Lightning переходник керек болады. Достар, дәл осындай. Осы Lightning переходник мини-джектан iPhone'ға переходник оригинал керек болады. Оригинал именно неге десеңіздер, ол басқа плагиаттармен жұмыс жасамайды. Именно осы iPhone'ға оригинал переходник жұмыс жасайды достар. Оны мен Мечтадан барып алдым. Мысалы, Мечта, Сулпак деген сияқты, Технодом деген сияқты дүкендерде осындай оригинал iPhone переходник, яғни бұл 3.5 мини джектан Lightning'ке ауыстырады. Бағасы небәрі 5990 теңге, 6000 теңге десек те болады. Микрофон бағасын айтпаппын. Микрофонның бағасы небәрі 3200 бір нәрсе теңге. Бұны да Каспийден, сондықтан мен ол переходникті мен қайтадан өткізіп жібердім Каспий магазинге, отмена жасадым. Достар, егер естеріңізде болсын, Каспий магазиннен қандай да бір товар заказ бердіңіз және оның сапасы сізге ұнамаса, оны 14 күн ішінде сіз Каспий магазиннің продавецқа сіз қайтадан өткізе аласыз, яғни возврат жасай аласыз. Ол заңда көрсетілген. 14 күн ішінде любой товарды, мысалға, егер товарный вид құртылмаса, мысалы коробкасы сынып болмаса, ішіндегі затын сындырып деген сияқты ондай жағдайлар болмаса, продавец сізден ол затты міндетті түрде қайтадан алады, возврат жасайды. Мен сол сияқты переходникті возврат жасап жердім, өзім барып наличкаға Мечта дүкенінен осындай переходник алдым. Енді осы переходникпен жалғап iPhone'ға қостыңыз, және де жаңағы мен айтқан видео түсіретін приложение керек болады. Ол приложение бізде ProMovie деп аталады. ProMovie'ді мен келесі видеомда подробный обзор жасап программаны түсіндіретін боламын. Осы комплектілерге сізге қызықты болса, достар, лайк басып қолдап кетіңіздер, және де сұрақтарыңыз болса, астына төменге жазып сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Жаңағы микрофон, бойы микрофоны, ішінде осындай кожаный дегенде дермантин осындай чехол болады. Осы чехолға сіз жаңа шнур 6 метр дедім ғой, оны ұзын, мысалға мен өз киімнің ішіне өткізіп қойдым, оны ұзын болады 6 метр, оны жинап аккуратно осыған салып былай тартып алып жүрсеңіздер өте ыңғайлы. Ал телефоныңыз, мысалға iPhone өзіңіздің қалтаңызда жүре береді. Ал штативті енді мынандай сөмкесі бар тоже. Кәдімгі рюкзак сияқты, мысалы мынаны аузын қыстырып қойдыңыз, дальше мынаны осылайынан алып кете бересіз. Алған жерде микрофоныңыз және переходнигіңіз осының бәрі ішіне сыйып кетеді, және iPhone қалтаңызда. Бұл комплектімен сіз любой жерде видео түсіре бересіз, достар. Сапасы қандай екен астына жаза кетіңіздер, 4К керек болады. Осымен видеоны тәмамдаймын, аяқтаймын. Видео ұнаса лайк басыңыз, және де комментарийге өзіңіздің сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер болады, достар. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.